Құрметті отандастар, қазақ деген батысы мен шығысы, оңтүстігі мен солтүстігіне тұлпары шапса тұяғы керілетін, сұңқары ұшақ қанаты талатын, ұлан ғайыр кең байтақ жерімізді алып жатқан, кешегі бабаларымыздың киесіменен, білектің күшіменен, ақ найзаның ұшыменен, ананың көз жасымен, бабаларымыздың қанымен келген, салтанаты жарасқан қаласы бар, байдағы ұшан теңіз даласы бар, әруақ қолдаған бабасы бар, еліміздің егемендігі, тәуелсіздігі тұғырлы, ғұмырлы болуы, ер мен елдің шүкірлігі, жердің бүтіндігі, әрбір азаматқа, отан қорғаушыға аманат. Сол аманатта қылдай қиянат жасамай жүрген отан қорғаушыларды 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақтың хас батыры Бауыржан Момышұлы атамыз ерлік елдің қасиеті, жүректілік жігіттік қасиет, ер елдің қорғаны. Елімізге аямай тер төгіп жүрген азаматтарымыз аман болсын, тыныштық заман болсын. 7 мамыр Қазақстан қарулы күштер күні. Жігіттерімізге амандық, денсаулық тілейміз. Еліміздің қорғаны ер азаматтары, сіздерді мемлекетіміздің айбынды мерекесі отан қорғаушылар күнімен құттықтаймыз. Отанға адал, елге қайырымды, отбасыларыңызға мейірімді болыңыздар. Мереке құтты болсын! Және де бүгін Ақпан Батыр атындағы нөмір 10 жалпы орта мектебі, нөмір 73 Ақтас жалпы орта мектебінің оқушылары кітапхана ұжымын құттықтап, кітапханамыздың 45 жылдығына арнап құттықтауларын жолдайық, тамашалайық. Саламатсыздар ма қазақ елім, Шымкент қаласының тұрғындары. Барша әке-аналарымызды, аға-інілерімізді бүгінгі мерекелермен құттықтаймын. Егеменді еліміздің отын сөндірмей, ел қорғаны болып жүре беріңіздер. Және де бүгін жасөспірімдер кітапханасының 45 жыл мерейтойына арнап, жақсы көретін кітапханашы апайларымызға флешмоб биімізбен алғысымызды білдіргіміз келеді. Құрметті жасөспірімдер кітапханасының ұжымы, сіздерді 45 жыл мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздер бізді рухани жағымызда байыта беріңіздер. Алда көрер жемістеріңіз көп болсын.